Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде оқу және тіл дамыту сабағы. Біз осы оқу және тіл дамыту сабағында Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларымен танысып жатырмыз. Енді есімізге түсіріп жіберейік. Шәкәрім Құдайбердіұлы кім? Шәкәрім Құдайбердіұлы ақын, аудармашы, композитор. Жаз келер деген өлеңін оқыдық, жаз мезгілін сипаттайтын, жаймашуақ жаз мезгілін сипаттайтын өлеңін оқыдық. Және адамдық борышың деген өлеңін оқыдық. Адамдық борышың өлеңінде біздің адамдық міндетіміз ол оқу, білім алу, еңбектену, білімге талаптану екенін айтады, ақын. Жақсы. Одан кейін ақылшыл торғай деген кеше ғана өлеңін оқыдық. Ақылшыл торғай өлеңінде торғайдың адамға айтқан, адамға ақылын бейнелейді, әңгімелейді. Ол 1858-1931 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Енді бүгін біз бостандық таң атты деген өлеңмен танысатын боламыз. Алдымен кешегі ақылшыл торғайды өлең есімізге түсіріп жіберейік. Торғай дегеніміз жалпы түсінік сүйір тұмсықты кішкене құс дедік, мынандай кішкентай құс. Енді бірге қайталайық. Тоғай толған торғай, тоғай толған торғай, тоғай толған торғай. Жаңылтпашты бірге жаттаңыздар. Қайталаңыздар. Енді кешегі торғайдың сөзімен қорытындылайтын болсақ өлеңді, ол әрқашанда аңдағайсын, орынсыз өтірікке нанбағайсын, өткен іске өкінбе, ыза болып, кеткен қайтып келмейді өкінгенмен, құр жүдейсің ішіңе қайғы толып дейді. Не дейді? Әрқашанда байқап сөйлеу керек екенін, өтірікке сенбеу керек екенін және өтірік айтпау керек екенін айтады. Және де өткен іс, болып кеткен іске өкініп оған босқа ашуланбай, тек алдағы күнге жақсы көңіл күймен қарау керек екенін, жақсы үмітпен қарау керек екенін айтып тұр, ақын. Ол өкініш босқа ішінде қайғы болып қалады дейді. Ондай іште қайғы, адам өзіне қайғы ұстамау керектігін айтады. Жақсы. Келесі қазанның 20-сы сейсенбі бостандық таң атты деп тақырып жазамыз күннің ретін. Одан кейін мынандай сөздер кездеседі. Бостандық таң атты. Таңы тәуелсіз ел деген мағынаны білдіреді, өнеге үлгі деген мағынаны білдіреді, ақиқат шындық деген мағынаны білдіреді, безіңдер алыс болыңдар деген мағынаны білдіреді екен. Енді өлеңмен таныс болайық. Бостандық таң атты, қазағым көріңдер, абыройлы басшының соңынан еріңдер. Бостандық таң атты деген міне тәуелсіз ел болдыңдар дейді. Қазағым көріңдер, сол тәуелсіздіктің жемісін көріңдер дейді. Абыройлы басшының соңынан еріңдер дейді. Басшымыздың жаңағыда айтқанын тыңдап, абыройын одан сайын асқақтатыңдар дейді. Жақсы басшыға еріңдер дейді. Таң артынан ақиқат қуанышты күн туар, еріншек жалқаулық әдеттен безіңдер. Енді айтады, жаман күннен кейін жақсы күнде туады деп. Міне қуанышты күн туып тұр. Сіздер тек бастысы еріншек жалқаулық сияқты жаман әдеттен алыс болыңдар деп айтып тұр екен. Арамдық аразды түбімен жойыңдар. Арамдық аразды түбімен жойыңдар дейді. Арамдық, араздық деген олар жаман қасиеттер. Адамға арамды ойлап, оны екі адамды араздастыру деген ол жаман қасиеттер. Содан алыс болыңдар дейді. Өтірік өсекті бір жола қойыңдар. Өтірік айту, біреуді өсектеу, әңгімелеуді тіпті қойыңдар дейді. Оның орнына намыс жігер бойыңа жиып қайрат, қажымай адалдық жағында болыңдар. Одан да намысты, жігерді өздерің бойларыңа жинап, өздеріңді үлкен бір тұлға қылып қалыптастырыңдар дейді. Шаршамай, адалдық қанша қиын болса да, адалдық жағы әрқашанда қиын, қиын болса да, сол адалдық жағында болыңдар дейді. Бірлікпен талапты еңбекке салыңдар, өнерлі елдерден өнеге алыңдар дейді. Басқа дамыған, көбінесе артта қалған мемлекеттік емес, дамыған мемлекеттер мен дамыған елдерге қарап, өнерлі елдердің, жақсы елдердің тек жақсылығын ғана өздеріңе үлгі тұтыңдар дейді. Ал бізге оқушыларға, жақсы оқушылардың, жақсы сабақты жақсы оқыған, биіктен көрінген оқушыларға әрқашанда еліктеп, оның өнерін үлгі тұтып, оқыған сабағын үлгі тұтуымыз керек екен, әрқашанда ата-аналарымыздан үлгі алу керек екенбіз. Балалар,
өлең түсінікті деп ойлаймын. Мінекей, енді мынандай кесте берілген, иә. Жақсы әдеттер, жаман әдеттер. Енді өлеңде жақсы әдеттерді намыс жігер деп тұр. Жаман әдеттер еріншек жалқаулық. Және тағы да осы кестені толтырыңыздар, иә, жақсы және жаман әдеттермен. Балалар, мен сізден кері байланыс күтемін. Дәптерге ғана тапсырманы орындамай, өлеңді оқып жатқан видеоларыңызды жіберіңіздер. Балалар, сау болыңыздар. Кері байланыс күтемін.